Da бүгінгі Төлеш Маңғыстау жауапкершілігі серіктестігі бұл мекеме өздеріңіз білесіздер, таушығының айналасында орналасқан карьерлердің бірі. Бүгінгі жоба 2026-2035 жылдарға арналған Қаратаушы 2 құрылыс тасы кен орнының объектілері үшін атмосфералық ауаға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындыларының нормативтері бойынша қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасы экология кодексінің 73 бабы және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамыздағы номер 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Бүгінгі қоғамдық тыңдау төрағасы мен Бақтыбаев Нұржан Бақтыбайұлы. Қоғамдық тыңдау бүгінгі жиналыстың қатысшысын бекітіп алайық. Қарсылық болмаса Айзада Бақбергенқызы қандастарыңызға қарсылық бар ма? Қатшыға. Олай болса қатшы тағайындалды. Баяндамашыға жалпы 10 минутқа дейін уақыт беріледі. Баяндама аяқталғаннан кейін қосымша сөз сөйлеуге 3 минут 5 минутқа дейін уақыт беріледі талқылауға. Және бүгінгі келіп отырған мекеменің басшысы өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Сәлем беріп баршаңызға. Қайырлы күн. Менің есімім Ақбота. Төлеш Маңғыстаудың жаңадан сайланған директоры боламын. Сосын біздерде главный инженер, да? Отыр айтыңыз. Қалижан менің атым бас инженерім. Чара карьер басшысы. Біздер жаңағы тау жару бойынша мекеме. Өткендегі ма? Соңғы осы 25 жылы тау жарған осы мекеме. Олай осында баяндамашы тыңдап алайық бірінші. Содан кейін мәселелерді талқылаймыз. Сосын бізде қосымша бүгінгі жиналысқа онлайн форматта табиғи ресурстар және табиғатты реттеу басқармасының маманы қатысып отыр. Сосын экология департаменті бар ма? Экология департаменті онлайн қатысып отыр. Олай болсында департаментті қатыспайды ғой, сізде екінші категория. Онда баяндамашы. Сәлеметсіз, қайырлы күн. Қоғамдық тыңдаулар өткізу 2026-35 жылдарға арналған Қаратаушы 2 құрылыс тасы кен орнының объектілері үшін атмосфералық ауаға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындыларының нормативтері жобасын әзірлеуге байланысты жоспарланды. Төлеш Маңғыстау мекемесінің негізгі бағыты бұл Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында Таушық ауылынан 3 км қашықтықта орналасқан Қаратаушық 2 кен орны бөлігінде құрылыс тасы мен қиыршық тасты өндіру. Қаратаушық 2 құрылыс тасы кен орнының құрамына келесі объектілер бар. Олар карьер, ұсақтап сұрыптайтын қондырғы, әкімшілік тұрмыстық орынжайлар және ең жоғарғы тиімділігін және карьерде бұрғылау жұмыстарының басқа үдерістерімен өзара байланысын қамтамасыз етуі тиіс. Жарылыс жұмыстары... Бұлар кіріп кетті. Жұмысын бастайды отырып. Жоқ, бұлар действующий жерінің жұмысы бар ғой. Жерінің рұқсаты бар бұлардың. Жерінің рұқсаты бар. Мана бәленбай жылға дейін деген. Айтайын отыр ғой, ол 100 мың деген, мысалы қазір жұмыссыздыққа тіркелген адамдардың айлығы 150 мың. Кен орынға ең жақын елді мекен болып табылады. Кен орын Маңғышлақ шағынның жағалау сызығынан оңтүстікке қарай 16-18 км жерде жайғасқан. Әкімшілік тұрғыдан Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында орналасқан. Кен орын ауданның орталығы Форт Шевченко қаласынан 90 км және облыс орталығы Ақтау қаласынан 100 км қашықтықта орналасқан. Ең жақын Шетпе темір жол станциясынан 80 км қашықтықта тұр. Кен орнынан 7,5 км оңтүстік шығысқа қарай Ақтау Қаламқас автожолы өтеді.
кен орнын пайдалану мерзімі ол 11 жылдан бастап 35 жылдар аралығы. Так, осы жаңа айтылған картада көрсетілген. Карьердің балансты қорлардың барлық контурын қамтиды. Шекара ретінде оның бұрыштық нүктелерінің координаттары берілген. Берілген тау-кен телінің контуры қызметі етеді. Так, жоғарғы беті бойынша тау-кен телімі 110,2-137,6 аралығындағы абсолютті деңгей белгілерімен шектелген. Өндіру тереңдігі бойынша тау-кен телімінің шекарасы баланстық қорлардың төменгі контурмен сәйкес келеді және 40 метрге дейін құрайды. Кен орынға жақын тұрақты су ағымдары жоқ. 2009 жылғы 737 хаттамамен С1 санаты бойынша 4141,61 куб метр кен орнының геологиялық қорлары бекітілді. Кен орын бойынша барлық тау-кен телімінің алаңы 0,106 километр шаршы. Аумақта құрылыс салынбаған және жасыл екпе жоқ. Кен орын жүргізілген түгендеу жұмыстарына сай атмосфераға ластаушы заттардың 10 шығарынды көзі анықталды. Таблицадан көрсеңіз, что-то плохо показывает. Осы таблицада көрсетілген, барлығы ұйымдастырылмаған болып саналады. Шығарынды көздерінің саны осы кестеде көрсетілген. Қаратаушық 2 кен орында атмосфераға ластаушы зат шығарындыларының негізгі көздері бұл бұрғылау жарылу жұмыстары, жүктеу тиеу жұмыстары, қиыршықты сақтау қоймасы. Атмосфераға 1-4 қауіптілік класындағы ластаушы заттардың 13 атауы шығарылады. Атмосфераны ластайтын негізгі зат бұл биоорганикалық тозаң болып саналады. Қаратаушық 2 кен орнын игеру жұмыстары жүргізілетін негізгі жобалық құжат бұл Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Қаратаушық 2 кен орнының құрылыс тасын өнеркәсіп игеру жобасы болып табылады. 26-35 жылдарға арналған Қаратаушық 2 кен орнын игерудің технологиялық көрсеткіштері бірінші осы кестеден көруге болады. 26-27 жылдары 120 мың метр квадрат, 28-29 150, 30-31-де 170 мың, 32-35 жылдары аралығында 200 мың квадрат метр. Кен орын игеру жұмыстары 2012 жылдан бері жүргізіліп келеді. Қазіргі уақытта карьерда өндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. 26-35 жылдар кезеңінде құрылыс тасы мен қиыршық тасты өндіру жұмыстары қолданыстағы режимде жалғасады. Тек өндіру көлемі артылады. Рұқсат етілген шығарындылар нормативіне кіретін ластаушы заттардың шығарындылары мыналарды құрайды. Таблицада көрсетілген 26 жылдан бастап 35 жыл аралығында қаншама жылына ластаушы заттар шығарылатын. Технологиялық нормалауға жататын ластаушы заттардың тізбесіне сәйкес нормалауға жататын ластаушы заттардың саны 13 атау құрайды. Ұйымдастырылмаған 10 бірлікке бұрғылау жұмыстары, жару жұмыстары, экскаватор, құрылыс тасын тиеу, автосүргіш, ұсақтап сұрыптайтын қондырғы, фракциялы қиыршықтан конусты қоймалары, автотүсіргіш және дәнекерлеу орны
и дизель отынымен жүретін карьер техникасы жатады. Есептеу арқылы алынған ластаушы заттардың шашырауын есептеу кезінде санитарлық қорғау аймағының өлшемі 1000 метр деп алынды. Атмосфералық ауаны ластану деңгейін есептеу кен орнының санитарлық қорғау аймағының шекарасында ластаушы заттардың нормативтік мәндері артпағанын расталады. Қазақстан экология кодексінің 2-ші қосымшасы 2-ші бөлімі 7.11 тармағына сай Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының орналасқан Қаратаушы кен орны бөлігінде құрылыс тасы мен қиыршық өндіру объектісі қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектінің 2-ші санатына жатады. Атмосфералық ауаға әсер қысқа және ұзақ салдары жоқ. Ластаушы зат шығарындыларының негізгі көздері. Жоспармен әкеліп жатсыздар ғой. Соған оны да түсініп отырмын. Соны жаңа айтқандай көбейткен дұрыс болады. Екіншіден сіздер водовозбен су алып, водовоздардың болу керек та сіз. Оны майдың баклажкасы сондай қалдықтар болады. күнделікті мұсыр ғой. Қалаға апарып, ол официальный договормен бәрі қапап сөйледі. Атсып дейді затқа пайдасы. Ода тасты күйік ма? Ода емес па? Тастан шыққан Жолға қолданады. Оны брусчатка содан жасайды. Сосын сіздер мысалы тағы бір сұрақ қояйын енді да, халық білсін. Сіздер шебін шығарып карьерді алдыңыздар да, жұмыс жасап отыр. Сол карьерлеріңізді қайда тасымалдап аласыздар? Не мақсатқа пайдаланып жатсыздар? Соған өзіңіз түсініп айтып беріңіз. Еврострой мекеме бар. Еврострой мекемесі тек ана бюджетпен жұмыс жасайды. Осы Маңғыстау облысында, Атырау облысында жасап, жаңағы бұл жаққа шегін жасаймыз. Майда облысында жаңағы больницаны салған өздеріңізге жақындашылды. Мектеп біз где-то осы Еврострой мекемесі 80-ге жуық қазіргі уақытта мектеп, үй, жаңағы балабақша, сондай нелер аурухана салынды. Бір жекеменшікке салған жоқпыз. Тек қана соған алады Еврострой, өзінің несі бар, заводы біз сол жерде бетон жасайды, содан кейін жаңағы жолдың астындағы несін жасаймыз, основание. Асфальт түсетін жерлер бар ғой, территорияда. Бірақ асфальт жасамаймыз, асфальт. Жоқ, енді ол дұрыс айтып отыр. Ол мен де айтып отыр. Одан кейін біз сатпаймыз шебінде. Сіздер жауып тастамайсыз. Мысалы, сіздерге кезінде рұқсат берді, алып жатсақ жұмыс жасадыңыз енді. Сосын айтамыз ғой, енді мен жаңа ауылға жақын болғасын айтып жатырмын. Ана кәдерді жаңа сызба бойынша айтқанда уже бәрі біздің ауылдың территориясында тұр. Енді кішкене анадан ары қарай ысқанда да мен айтып отырмын. Бұл да шамалы адамға бір мекемеге үлкен жұмыс қой енді, басқа жерден ашып нетіп. Бірақ десе де мынау ауылдың іргесінде болғасын айтылып отқан әңгіме. Ал мен ол мына әуелде біз тұрған кәдерлерге бәрінде де айттық. Мынаны жауып жатпаң дедік. Бұл жауып болмайды. Себебі жаңа айтып отырсыңыз ғой. Қарайған мекемемен жұмыс жасаймыз. Стройка салынды, балабақша салынсын, мектеп салынсын, басқа салынсын. Ол мейлі қалай болсын. Қала Ақтаудағы ғимараттар бәрі сол шебімен жұмыс жасап отыр, сонымен жасайды ғой. Бетоны болсын, басқасы болсын, төселсін жерге. Онда жолдың астына төселеді. Ол бәрі оны түсініп отырмыз. Біз енді мына жерден, бұл жерде енді сіздер қараңыздар, көзбен көрген жоқсыңыздар. Карьерде ана шыққан топырақ тасты елеген уақытта шыққан шаң мен атқандағы шаң екеуінің өңі екі түрлі. Ана жер атылғанда қара, сап сары бір түсті, оның көкеті бір түсті болып шығады анау дейтін. Ал мынау кәдімгі шаң. Осы ақ шаң. Енді ол бір рет бір неде шыққанда бізге жауап берді. Енді мына карьер шаңын азартпайсыңыз ба? Мына қалай деген уақытта, кімнің уақытында? Ой, мына Шалқардың уақытында. Бұл экологический таза шаң деп берді. Ау шаңның көкеу тазасы оның. Үйдің ішіне кіргенде tomанның бәрі сүртіп шығасыңыз ғой, мынау шаң ғой деп. Өздерің ойлаңыз, ал күлкілі жағы да ғой мысалы. Ал ана атылған шаң мен ана шаңның астында қалып күнелтіп жатыр. Сол ғой айтып отырғанымыз. Сол экологический таза шаңды біздің мекемеміз шығар. Жоқ, енді ана карьерлерден сұрамай бәріне. Сонда жаңағы жауап келді, экологический таза шаң.
Сонда айттық та, онда бізге берсін әнші. Экологиядан адам болу керек те. Сол адам болу керек. Асыл бізге қатысы жоқ. сосын жаңа өткендегі бағытта постоянно айтып әкімге айтып отырсаңыздар дұрыс болады, жаратын кезде бұл жаңа Оны алдын ала иә хабарландыру. жақсы енді сонымен бізден де басқа жаңағындай келіп кетіп ешкімге көрсетпей айтып көп мөлшерде атып кететін мекемелер бар бұл жерде. Жаңа алдында неде жаңа 7 ноябрьде атқан маған біреу айтты, таушықта үлкен звондап жатыр, сенбаттың. Қой жоқ, мен онда вообще айтпам. ол дәрежелерде осындай бағытта жұмыс жасауымыз керек. Звондап едім. Ол барғысы келіп барсақ вообще ешкім таба алмай қалды. Дұрыс қой, бұл дәрежелерді енді мінеки әкеліп тұр жаратын адамын да. Ана дәрежелерді де солай жұмыс жасауымыз керек қой сөйтіп. Олар сөйтіп көп мөлшерде алып келеді, бұл басқа жақтың адамы болғасын. Мен олар әуелде былтыр 3 жыл бұрында ұстап алып, жайлаңшы жасай беріңларын. Бірақ жайлап жасаңшы, қалып біз мына жақта жұмыс жасаймыз басқа кәрелер. Сендер келесіңдер үлкен мөлшерде атасыңдар да жиналасын таясын. 3-4 айдан кейін қайтып тығылып. Сен жаратын карьердің ар жағында арғы карьер неше километр мысалы? Сол километр емес па? Қайсысы? Арғы бетінде енді сіздер тұрғанда Қаратаулардың тұрған жері ана не заты бояғы уаттың карьерінің қасында 3 карьер ма? Таушы карьері бар ғой. Жоқ. Мына беріп тұрған 4,5 километр 5 километр. Вот не вот мысалы сіздер өйтіп атқан жоқ біз деп отырсыз. Ол ауылдың мен ортасында тұрам. Жаңа центр жақсы. Сіздің карьерден 3 километр бола қойсын. Оның ар жағында жаңа келе жаңа. Сонда мен үйден шығып жаңа сарайдың қасында маған десе ана балам қолын бүйтіп жіберді суретке түсірді, ана соткасында болса бір керек болса шығарып көрсетермін сіздерге. Ана кәдімгі мына нені баяғы мына бомбаларды тексергенде көрсетеді ғой, бүйтіп шығып жіберді. Тақ сондай болды. Улы зат қой. Улы зат қой. Сосын енді оған ренжімеңіз. Карьер болғаннан кейін мысалы сіздердің бір-біріңізге қатынас жоқ болғанмен карьер болғаннан кейін мына халық сіздерді айырмайды, бәрі бір карьер. Солай айтып отырмын. Оған ренжімеңіздер. Баяғы ана Әзірбайжандар ашты ғой, Багир. Әбіл Сейіттің мекемесі ме бұл? Әзірбайжандар ашты. Ауыз судың тауын қазып жатыр. Багир ма? Әбіл Сейітке кім ғой? Жамалбек па? Жоқ, ол емес, ол емес. Ол баяғы Әзірбайжандардың карьері ғой, таудың артында. Әзірбайжандардың карьері баяғы бірінші. Багир дейтін. Багир дейтін. Біз лақтырсақ тас сендердің бастары әті. Мен оны аттаймын. Лақтырып жіберсең. Бұлардың карьері қай жерде? Мен аттаймын. Ауыз судың арғы бетінен бер құрсын. Мына мен үйге кіреді ол. Шай ішіп қайтадан жұмысқа біз ауылдан шығатын болады екенсің де. Енді бір 35 жыл. Ауыз су сіздің шалып Біздің жер ғой. Сонда су жоқ қой енді, қара. Қайда кетті? Ауыз су құда көтеріп бар. Аузымен бірдей болып тұрады еді ғой, әкелмен. Жолдапада солай. Қаратаудың қасынан жалпақтың сағын. 20 жыл сүйірді ар жағында қой бақтым мен 20 жыл. Ал енді су жоқ болғасы көшіп су қосып. Сол бар ғой, су толданасыңдар бол мұн жағынан. Жамалбектің мына бетінен қасыр айтайын. Жоқ, болмай тұр ғой өзгерту. Болмай тұр өзгерт, әкші өзгертеді. Көмектесек қарып қор. Ондай жағдай шетпеде де болып жатыр мысалы. Жаңағындай мен вообще біздің мекемеміз Долдападан берейік, долдападан. Жоқ, бере алмаймыз ол. Шетпеде үйдің қасында тұр. Ақбұлақтың ар жағында ғой. Үйдің қастарында тұр да. Қосбұлақтың қасында. Қосбұлақтың қасында тұр да. Соңында көшемінде тұр. Оңды жақ бетіне, болмаса басқа бетіне, таудың ар жағынан өтіп, оны да істеу мүмкін. Мына жердегі ме? Менің үйім қасында екенсіңдер. Енді 35-ке дейін дейді. 35-ке дейін енді мына кере сен қанша азалдым десең де сен мысалы кварталға атасың ғой да? Жоқ, айына атасың. Кварталға атасың. Жылына 4 рет. Жылына 4 рет атасың мысалы. Қанша көп аласың ан жерде? Жоқ, айына қанша аласыңыз? Көпті басты қанша аласыңыз? Жылына 20-25 мың. Жылына. Мың ғой? 25 мың куб. Енді соны тереңдікке есептеп қараңыз, 10 жылға дейін. Әзірбайжанның қай жерде шығады?
екі жүздеп кете беріп тұр уже несі Мен солай айтып отырғанмын. Ол жалпы Жобасы бойынша рабочий проектте Проект бойынша. сол фактически олар үш есе сол кем. кем жасаймыз. онда неге ол үш А ол- есе көбейтіп алып Неге ол А потому что соны кезінде берген рабочий проектте добыча сондай солай деп кетіп та. қалған. ал ертең енді бір сұрақ болады. Ертең бәріміз келісеміз. Ал жақсы, жаңағы осы кубты осындай ала берсін деп, ал ертең алдында ұсынған кубқа ертең келеді де біреу мынаған рұқсат дейді. Тағы қырыламыз ба сосын? үлкен адам деп та Иә? Ол болады ғой. Жоқ, ол болмайды емес. Ол болмайды емес. Бәріміз де өндірісте жұмыс жасадық. Мысалы, мынайда мынандай, мынада мынандай, ойнамалы болып тұрады. Келесі жылы мысалы көтереді. Сондай ол. Ал ол ертең келесі жылы көтеріп жіберсек, ал сіз биыл аласыңыз да 10 жылға ауылмен келісіп жүріп кетеді. Амал жоқ атасыңыз ғой. Объем үлкейтсін. Енді не қыл дейсің? Ал, мінекей. Соны айналғанда мынадан сұраймын, неге атасың? Оған айтады, маған ұқсап. сол жоба көрсетіп сол жобаға қарап біз үкіметке налог төлеп отырмыз келесі жоба Жоқ, ол қазір ол емес біздің жасап отқанымыз вообще үш есе төмен Үш есе төмен жасаймыз ба? жоқ Бірақ оны айтып налогты отқан жоқпыз шекара аумақтарыңызды көрсетіп беріңізші Міне, Граница, төмен көріп граница. отырсыңыз. Төмен көріп отырсыңыз. Ертең ал сіз жақсы. мына жерге дейін Екі есе алып келген жіберсе? шығарсыз мына кімнің сүймен үйінің ар жағында біз білмейміз ғой Ондай болмайды. Онда жиналысымыз бітпей онда. Қорытындылайық онда жиналысымызда көп мәселе айтылды ғой жайында. Ал онда келесі аптаға күн өзгертеміз. Егер жоқ, бүгінге мысалы жобаға қарсылықтарың бар ма? Или жаңағыдай келесі неге басқа күнге өзгертіп мана халықты көптеп жинайық дейтіндеріңіз болса деп отқаным ғой. Қайсысына біреу тоқтау керек. Қарсысына қарсы. Келісесіздер, келіссе болмаса басқа күнге аударып тастау, басқа күнге. Солай бір қорытынды келу керек та. Нұржан, соны алыста жатқан шайырдың қаратаулары бар ма? Солар сояқтан істеуге болмай ма? Сол ғой айтып отырғанымыз Сіз соңынан келдіңіз ғой. Мына таушы территориясы да. Мына соңғы, мына тұрғын үйлер ғой. Біз тұрамыз. Мына жерде соңғы ғимарат бар ғой. Содан 1 километр деп бұрын жасалды да, 500 метр деп та. Енді қазір 2023 жылдан бері заң шыққан. Мына территория тауштың аумағы общий да. Мына карьерлердің бәрі біздің осы ішінде тұр. Осыдан 1 километрден әрі беріледі карьер. Егер алатын болса. Енді олар деген әуелде 23-те заң шықты ғой. Бұған ертеректе алған карьерлер ғой бұлар. Бұлар бұл ішінде тұр. Жаңа сіз ауыстырмайсыз ба деген, болмай ма деген бар ғой. Ол енді біздің территориядан шайырдың тауы енді арға кетіп қалады ғой. Бұл енді ол шайырдың территориясы білмеймін қай жерде екенін. Ол шайырдың территориясына кіріп кетуі мүмкін. Ол екі ортада тағы тау жоқ та. Енді біз жаңадан бере алмаймыз. Бұл жаңағы ағаларымыз айтып отыр ғой. Мына ар жағында карьерлер тұр ғой. Карьер тау, Жамалбек деген карьер бар. Соның таудың бергі баурайынан берсе қалай болады дейді да, жерін өзгертіп дейді да. Біз оны да істей алмаймыз да. Бұлар енді бергі таушық қарай қасып жатыр ғой. Соны ары қарай қасса екен дейді ғой енді. Тау жоқ дейді, ары тауға қарай. Таушықтан алмай-ақ, сол шайырдың территориясы сояқтан не істеуге болмай ма? Ол енді өздерінің не сұрайды, ары қарай ол басқа жер сұрайды. Ол процедурасы вообще басқа зат та оның. Қалай болғанда да ауылға зиян тимеу керек. Сіздердің қазір қай жыл ашылды? Жоқ, ертерек ашылды. Жоқ, осы мына ауылдың қасында карьер ғой. Әуелде басқа Қай жыл ашылды? Ана сегіз бала жүрді ғой, 2 апта. біз алдық Соның карьер екен ғой. 2010-да алдық дейді. оның ар жағында 2005-те алынды деп 2005 пен 10-ның арасында алынған болды. Олар да көп жұмыс жасаған. Ашты да сол сатты. Неше адам бар? 20 жыл кем дегенде 20 жыл болды. істеген алдында содан кейін біз алдық. Екінші адам ғой. Сіздер қай жыл алдыңыз? Әуелде Әзербайжанстар 13-те ма 14-те ма алдық 13-те ма онда ма? 13-те қанат деген жігіт қой топ Пикап ішінде үйреніп тұрып отыратын. жаңа протокол қағаз жинағыз қатыстық деген ба иә деген қағаз ба жоқ, общий жиналыс қатысқанында жаңағы қол қойғандарың ба? Жоқ. қалай не болып жүр ғой сосын енді бұда не болды Қорытынды Жоқ, былай ғой. бір апта кейін Сол түсіндіріп отырмын жаңа сол ғой. Егер мына жерде жаңағы қарсы болсаңдар қарсымыз деп, мен қазір сіздерден сұраймын, қарсысыздар ма, қарсы емессіздер ме? Қарсы болсаңдар қарсымын деп бересіңдер. Ал егер келісім болса келісім. Бұл жерде мен байқап отырмын, келісім жоқ. Бізде екі вариант бар. Екі вариант дегенде енді біреуін шешім қабылдауымыз керек та. Қарсылық беріп осы жиналыспен бүгін аяқтап тастауымыз керек. Бір, екінші, жоқ, бізде
тұрғындардың атынан қарсылық бере алмаймыз біз. Вообще ауылды жинап қарсылық берейік дегендер, онда келесі жинасқа тағы дәл осы жасаймыз. Енді Нұржан, бір сөз айтайын. Нұржан, бір сәт. Сенің айтып отқан дұрыс. Мен қарсымын. Міне, осы жерден осы жігіттерді ауылда бар жігіттер міне кеш шығарып келіп жатыр. Бәрі келіп жатыр мінекей. Мен білмеймін, жаңа жігіттер қол көтеріп айтады, қарсы емес екен. Онда біз жиналысты киініп түсудің не қажеті бар кейінге? Себебі мен айтып отырған, міне, сіздер айтып отырсыздар ғой, Қайреке айтып отыр ғой, адамды көп жинау керек деп та. Нұржан, адамды көп жинау керек деген, мына біздің аздығымызды бұна кісілер менсінбей отырған сияқты да. Мына азғантай адаммен тек тауықтың тағдырын шеше қоясың ба деген сияқты. Болмайды. Жоқ, енді былай ғой. Жалпы солардың артына келгеннен кейін қоғам тұтынудың біраз заңдылықтары бойынша жалпы былай неде бар да. Мына мекеме келеді ғой. Мына неде сіздер жаңа кейбір адам сұрайды да, қоғам тыңдауға неше адам болса жиналыс өткізуге болады дейді ғой. Мысалы, 100 адамға түсу керек. Или болмаса халықтың 1% или 10% дейді да мысалы. Ал бұл қоғам тыңдау несінде жиналысқа бір немесе одан көп дейді да. Яғни бұл жерде мысалы Әбекен келіп қатысып, қарсымын десе қарсы болады, келісеміз де бұл келісім беріледі. Бұл жиналыс сондай да. Мана айтып отырғанымызда. Енді біз жаңа айтып отырмыз, басқа күнге ауыстырайық, адам жинайық деп та. Ертең мысалы 15-інде ауыстырсақ, 16-сына ауыстырсақ, мана адамдардың жартысы жоқ, мана тағы басқа, мана сменщиктер келеді да былай айтқанда. Ана вахтадан келеді адамдар келеді. Олар келеді да сосын мана адамдар жоқ дейді да, қайта өткізу керек дейді. Ол сондай да, ол несі да, сондықтан бір білмеймін енді қалай істейміз. Мен енді сөйлеп кетейінші, директор. Сіз сөйлеңіз. Жалпы елдің қамын ер ойлар дейді ғой. Сіздерде ер азаматтары бар Таушық ауылы өте, не деп ойлаймын, өте бақытты деп. Жалпы мен жаңадан тағайындалып жатқан басшымын. Енді қазақта жақсы сөз бар ғой, болам деген баланың бетін қақпай белін бу деген. Сол сіздерден қолдау сұраймын. Менің белімді қақпаңыздар бетімді. Және сіздермен халықпен үнемі неде байланыста болам деп мен өз атым сеніммен айта аламын. Бірінші басшы ретінде келіп. Сіздер маған қолдау көрсетсеңіздер, ары қарай ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсартуға енді біз аспандағы айды әпермесек те, қолымыздан келген шама шарқынша әлеуметтік жағдайын жақсартуға бір кісідей атсалысып жұмыс жасайтынымызға уәде бере аламын. Сол қолдасаңыздар мені. Сіздерден қолдау күтемін. Мені сол үшін жаңадан сайлап жатыр. Сол халықпен байланыс орнатсын деп, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға үлесіміз қосу үшін сондай шара қабылдап мені жағынан тағайындалып жатыр. Сол менің бетімді қақпауларыңызды өтінемін, ағаларым. Ол қалғанымызда отқан жоқпыз. Бір бізде ойлап отырғанымыз қалыпсыз жағдай. Жеке басыңызда ешқандай неміз Мен жеке басым жалпы компанияның атынан сөйлеп отырмын. Мен де ауылда өскен қызбын. Мен де ауылдың топырағына жұтып, осындай өскен қызбын. Мен қалада өскен қыз емеспін. Сондықтан сіздердің ауылдарыңыздың қайғысымен бірге қуанып, қуанышына да бірге қуанамыз деп, мен ортада жүрейін деп айта аламын. Любой сұраққа Енді былай ғой, сіздің айтып отқаныңыз бәрі орнында, сізде біздің неміз жоқ, өкпеміз жоқ. Бірақ енді біз енді жаңа айтқан 3,5 мың халықтың қамын ойлап отырмыз. Сізде түсіруіңіз керек. Мен де сол халықтың бірімін. Сізде бірімін. халықты. Мен де сол халықтың бірімін. Вот түсінсеңіз болды. Біз деген жерден мұнайды сорып шетелге сатып жатқан шетел компаниясы емеспіз. Алдамаймыз. Жоқ, сіз алдамайсыз. Алдап әңгіме айтпайық. Мен қарсымын деген адамдар айтыңызшы. Дауысқа салайық та. Алдап еш нәрсе шындық түбінде шығады. Осы жердегі сөзді айтып жатырмын. Тіпті айтыспай ақ қояйық, бәлем қылмай ақ қояйық. Осы жерде дауысқа салайық, кім қарсы емес. Болды, бұл бір-бірімізге ренжіспей ақ қояйық. Бұғарда сізді директор болған біз емес, сізді сайлаған біз емес. Оған бұл жөнінде бізге өкпе айтпаңыз. Біз карьерге мына ауылға келіп тұрған зиян жөнінде айттық. Ал болашақта біз сіз уәде берді екен деп жүр, ана ауылға барып, яғни семьяма барып, бір қыз келіп маған уәде берді деп, не қыл деп барам. Әлі ештеңе көрген жоқпын. Енді алға қарай болады деп айтып жатырмын ба сізге? Жоқ, ол дұрыс, айтуыңыз дұрыс. Жалпы енді мекеменің директорының басшысы жақын сайланған сайын ол өтініш қылып сұрап жатыр ғой, енді ол да дұрыс. Бірақ біздерде мен басында үлкейтіп отырмын, кішірейтіп сіздерден сұрап отырмын. Ол менікі жалған сөз емес. Сондықтан да сөз беріп жұмыс жасайын деп айта аламын. Бірігіп просто бұл жерде сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс енді, халықтан сұрап өзімнің жауапкершілікпен аламын деп айтсыз ғой енді. Бірақ енді бұл жерде мәселе енді жалпы біздің Таушық емес, жалпы облыс бойынша кеше облыс әкімі де өзі айтып отыр ғой, мәселе деген
өзекті болып жатыр да бұл. Таушықта емес, Шетпеде бар, мысалда. Шетпеде, Көкпейде. Жетібайда бар, тас шығатын карьер. Барлығында тұрғындар наразылық тудырып жатыр да, қарсылық яғни. Сосын енді бұл ағаларымыздың жалпы тұрғындардың айтып отқаны тек бір карьермен шектеліп қойған жоқ, жаңа мәселе айтып. Барлығы тек сіздің карьерге қатысты емес. Вообще карьер деген атауға, карьердің жұмыстарына қарсылықта. Себебі енді сіздер мына 2025 жылы жаңа тауда жаңағыдай 3 мыңмен жарып, көп зиян істемейтін енді оны дәлелдедіңіздер да. Енді бұл кісілер енді мынандай ғой, алды көз алды қазір бұлыңғыр болып тұр да. Ертеңгі күнді қалай көрерін білмейді. Мына жерден қол қойып беріп жүргеннен кейін ертең 26 болмаса 27-те қалай болып кететініне кәдімгі жаңағыдай әкеліп мына біздің әкімге тапсырыңыз, не істеңіз, жаңағы оны ешқандай. Бірақ сіздердің нелеріңіз осы келгенде аз да болса міне дайындалып келіп отырсыңдар да, міне осы ауылға қандай көмек көрсете аламыз. Мына немізді, өндірісімізді дамыту үшін біз қолымыздан келгенше қайт не істейміз деген сияқты сіздер мына жазып келіп отырсыңдар. Біз осылай алдағы мына 2026-тан бастап егер халықтың келісімін алсақ, осындай бағытта жұмыс жасаймыз дегенде, ертең біздер алда жалда осы мына нені шартты бұзып жатсаңдар, біз сіздерден осы шарт бойынша талап етуіміз керек қой. Сондықтан осы шартты да жақсылап жазып толықтырып келсеңіздер деген. Менікі сондай ұсыныстар. Ауылдастан. Мына су жүйесімен доғырып отырмыз. Сіздерге тиімді ғой жақын жерден. Дайын мына водокаскадан су алып тұру да. Bir жағынан сіздерге де жақсы, асфальттен келесін суларын да алады. Екіншіден мына су жүйесінің адамдарда құрттай табыс болады. Сол сияқты сосын жаңа жасыл парк салайық деп отыр ғой. Негізі сіздер өндірістің айнасын сала алмағанмен, мына біздерге мына Таушықта кіре берістен шаң кіретін ауыз ғой анау. Тау кіріп жатқан кезде. Сол жерде жасыл белдеу салынса да парк, ол жақсы ғой. Жасыл талдар әйтеуір құрттай да болса ауылға келген шаңды бөгейді ғой. Үшіншіден сол енді жасыл желек паркты салдық, сіздер салып бердіңіздер. Енді оған уход жасайтын адам керек қой. Біздерде мына адам жоқ та, мына жұмыссыздықтың адамдары бар. Тек сақы көмектесіп отыр. Ай сайын мысалы 5 адамға мекемелерде көмектеседі. Осы бір жылға, жылдың басынан бастайды, февраль, марттан бастап жылдың аяғына дейін осы мысалы 10 адамға или 5 адамға айлық төлеп отырады да, ол адамдар жаңағы осы ауылдың әртүрлі тазалық жұмысымен айналысады. Сол сияқты сіздер де мекемесіңдер ғой енді. Сіздер де сондай жаңа біздің ауылдағы азғантай 3-4 парк бар, соны күтіп ұстауға, жаңа сіздердің салып беретін болашақ парктеріңізде де талдарын өліп қалмай суарып тұру үшін соған бағбан жаңағыдай жұмысшыны, соны сіздерде алыңыздар, өздеріңіз спонсорлықпен да, мысалы 4 адамды осы әйтеуір ауылдың ішіндегі мына парктерді. Біз ертеліге жүреді ғой, мал қарғадым, ауылдың адамын мысалы кетеді. Бұна жол келеді, тіпті саған келгенде жоқ. Ар жағы дейтін тона неше метр төмен кетіп жатыр. Мысалы, бұл дейтін сен алдың ба территорияңа ограждение беруің керек қой. Кеңейттің ба, кеңейте бер. Жоқ, ол сіздерде енді ескертпе жол жоқ. Ал ана жақта, ана таудан бері қарай өтетін бірнеше жолдың бер жағынан баратында да, ар жағынан баратында да. Ең болмағанда знак жоқ, көрсетіп тұрған. Жұмыс жасап жатыр ғой енді. Сіздер де жұмыс жасап жатсыңдар ғой. Оның оятып отқанда знак салама. Жоқ, сен онымен аттың ғой, енді знак салып ана жол жап, ана жолды атып жібердің. Знак қоюға болады ғой. Сөйде жасап жатқан басқа ұлттың қазақтар ғой. Кім жасап жатыр? Ал жерде ана шаңның ішіне, ана радиация біздің қасқа дымтап алмай жүрген қазақтан басқа жиан келмейді. Біз бардық, бір бара Жетібайдың баласы бар екен. Бір карьерге алашаң қылып, ана топанам айтап жатыр. Нұржан бәріміз барады. Bir түнде бардық қой. Сосын айттық, мыналарың не? Bir бала атып шықты ішіне мәйкімен. Ал карьер болғасын шаңытпай ма деп. Қаяқта тұрасың дедім, мен жайлап сұрадым. Жетібайда тұрам деді. Мен Жетібайдың ана ақ карьердің шаңы сіздің үйдің ауласына келсе қалай болады дедім. Оға болмайды ғой бұл карьердің шаңы дейді. Мына карьердің шаңы келіп бұны үйлерге кіріп жатыр ғой енді. Қай көресіз? 24-те. Ана бір үндемей қалды. Сосын айттым, бәтше сен бәрін мойныңа ала берме, мына жерде де ысты жігіттер бар. Кішкене қайбай болып қалды деді. Малдарға қой деп кетті. Жақсы, құрметті мына ауылдастар, мына жаңа көп адам түсінбей жатыр да, жаңа мен айтып жатырмын ғой, Романның сұрағына кім рұқсат береді деп. Бұл мына келіп отқан карьердің жұмыс жасауында біз рұқсат береміз. Сен мен мына адамдар. Бәріміз беруіміз керек та. Себебі бұлардың қазіргі таңда бұрынғы жасап жатқан несі бітіп, енді алдағы 10 жылға 26-35-ке рұқсат сұрап жұмыс жасайтын келіп отыр ғой. Негізі карьер мына біздің салынып жатқан карьерлерімізді
бұл деген кезінде 70-ші жылдары Қаражанбас Қаламқасқа тас үстіне асфальт жол салыну үшін амалсыздан ашылған карьер ғой. Бұл карьерлер миссиясын бітірді да Қаражанбас Қаламқастың тас жолы төселінді. Бірақ ол енді карьерлер қалып қойды, олардан біреу алып біреуден сіздер алдыңыздар деген сияқты олай ары қарай бұл карьерлеріне мынау қайткенде мынау біздің жаңа мына кім айтып жатқан әңгіме ғой. Біздің Маңғыстау уранға бай, Қазақстан бай ел уранға. Оның ішінде біздің Маңғыстау. Бұл карьерлердің астында уран бар да, менің таулардың астында да. Бұл уран, сероводород, ауыр металдар барлығы жарылған кезде шығады ғой. Шаң-тозаңмен шығады. Оны біз жұтамыз. Біздің жұтқаннан кейін ол ауыр металдар араға шықпайды. Қалып қояды өкпемізде. Күндердің күнінде жаңа онкологияға апарады деген сияқты ғой. Былай қарағанда мен қазір мына жерде 3 емхана бар да, мен біреуінде жұмыс жасаймын да, 2 жекеменшік, 1 үкіметтік бар. Маған қарасты 1200 адам бар. 1200 адамнан былтырдың өзінде 3 адам қайтыс болды да, оның 2-і онкологиядан қайтты. Биыл енді жаңа жыл биыл басталып жатыр ғой. Біз енді ашылғанда 3 жыл болды да. Биыл бір адам кеше қайтты, екінші адам қазір ауыр халде жатыр да. Мен қазір соған баруым керек. Жинастан кеш қалып қоярым деп мен жинасқа келіп отырмын да. Сондай онкологиялық аурулар көбейіп жатыр. Оған себептер көп қой енді. Тамақ та бар, басқа да бар, су да бар. Оның қосымша оның мына шаң тозаң да бар да. Енді біздің экологиямызды бүлдіріп жатырғаны бір. Екінші біздің жаңа айтып отыр ғой, территориямыздың осы 5-6 километр да, осы таушықтың айналасы. Қалғаны жыңғылды неге қарайды да. Біздің территориямыз азғантай шағын, сол жайылысымызда шаңнан өсімдіктер мал жейтін оған да шаңға көміліп жатады да. Сол оның да әсері бар да. Сондықтан енді жаңағы ол екінші, үшінші мына карьерлерден шыққан үлкен шахман машиндер Ақтауға баратқан жолымызды талқандап жатыр. Бір, біз Ақтауға баратқан жағымыз, Ақтауға дейінгі жолдарымыз тесіліп жатыр да. Ақтаудан келатқан жолдарымыз более-менее нормальный. Потому что отгружен жүк түсіреді, бос келеді Қытайлар да. Сол сияқты біздің мына портқа баратын жолымыз, ауылдың ішіне жүретін жолдарымызбен де кешеде жүріп, біз жаңа видеоларын жіберіп отырмыз да. Олар біздің ауылдың ішіне де зиян, жолымызға да зиян да. Қайткенде де ауыр машиндар, шақырмандар, карьерлерден шегін тегіндеп, сол біздің жолымызды да бүлдіріп жатыр да. Сосын жерде, сондықтан енді риза боламыз ғой, сіздердің жұмыстарыңызда шама келген